Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 1 жас 6 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламын. Видеоны мұқият соңына дейін тыңдаңыздар. 1 жас 6 айлық бала нені істей алады, дамуы қандай болады? 1 жас 6 айлық бала жүреді. Кейбір балалар бұл жастарда тезірек жүруі немесе жүгіруі мүмкін. Бұл жастағы балалар өзінің ойыншығын ешкімге бергісі келмейді. Егер басқа да бір бала тартып алатын болса, одан қайтарып алуға тырысады. Өзіндік мені болады, яғни менің ойыншығым деген секілді ойыншыққа таласады, кәдімгідей шу шығаруы мүмкін. Ойыншыққа таласып, қатты жылап қалады, біреу ойыншығын алып қойса. Бұл кездегі балалар тағы бір ерекшелік далаға әуес болады. Өздігінен кейбір балалар киініп шешіне алады. Яғни киімін шеше алады, киіне алады. Тіпті сырт киімінен киіп алуы мүмкін. Бұл кездегі балалар даланы өте қатты жақсы көреді, далаға шыққысы келіп тұрады, көп іші пысады, көп ойнағысы келіп тұрады. Егер үйде өзге де басқа балаларыңыз болса, солармен ойнағысы келіп тұрады, солардың ойынын бақылайды, қызықтайды, ересектерге көп қарайды, солардың әдеттерін қайталауға тырысады, өздігінен қасық ұстап тамақ жей алады, сосын стаканнан шашпай төкпей өзі іше алады. Сонымен қатар бұл кездегі балада түрлі эмоциялар болады. Ол жаңағы анасы кетсе, үйреніп қалған адам болса, анасы кетсе де жыламай қала беруі мүмкін. Ал егер үйренбеген адамы болса, онда ол бала жылап қалады. Егер үйренген анасы яки атасы, білмеймін, балаға осы күнделікті көріп жүрген адам болса, әкесі болса, сіз егер бір жаққа сыртқа шығып бара жатсаңыз, бала ол кезде жыламай қалуы мүмкін. Себебі үйреніп қалған адаммен қалып жатыр ғой. Ал үйренбеген адам болса, ол жылайды міндетті түрде. Бұл кезде кейбір балалар қылық шығарады, еркелеп қылық шығарады, еркелеп жатып алады, еркелеп сізді құшақтауы мүмкін. Әлі сіздің бетіңізден сүйе алмайды, дегенмен де еркелеп құшақтап, еркелеп жатып алу деген секілді өзінің қылықтарын көрсетеді. Бұл кезде бала 40-қа дейінгі сөздерді ымдап түсіндіреді, яки болмаса ымдап қолыңыздан сүйрелеп, мысалы далаға шыққысы келсе, далаға жүр деп. Бұл жерде толыққанды сөйлей алмаса да бала, бірақ ымдап, ишарамен түсіндіргені, далаға бетіп қолыңыздан тартып жүр дегені де бұл кезде сөзге санала береді. Оның мағынасын түсінуге өте жақсы нәрсе. Бала қалыптанып келе жатыр деген сөз. Мысалы, отыр, тұр, жүр деген. Сонымен қатар ересектер мысалы отыр, тұр, жүр, немесе ана жаққа бар, мына жаққа бар, нәскеңді әкел, курткаңды әкел, бас киіміңді әкел десе, мұны сол 1 жас 6 айлықтағы бала түсініп, сол әрекетті қайталай білсе, онда бала қалыпты дамып жатыр деген сөз. Яғни ересектердің жұмсаған іс әрекеттерін бала жасай білуі керек. Сонымен қатар бұл кезде енді ойынға деген балада қатты қызығушылық артады. Сондықтан да балаларыңыздың ірі ұсақ моторикаларын дамытуларыңыз керек. Бұл кезде енді ойыншыққа дегенде қызығушылық артады. Тіпті колясканы касетет, қуыршақтармен ойнай бастайды. Бұл кезде бала қыз болса, еркек бала болса, машинаға деген қызығушылығы артады. Кәдімгідей рөлдік ойындарды бастай бастайды бұл кезде. 1 жас 6 айлық бала қуыршақты ары-бері сүйретіп, коляскамен жылап қалса жұбатып, құшақтап деген секілді осындай іс әрекеттерді жасай бастайды. Жалпы 1 жас 6 айлық баладағы өзгерістер осындай болады. 1 жас 6 айлық баланың егер режимін реттесеңіз, уақытылы тамағын беріп жүрсеңіз болғаны, бала өзді-өзімен жүреді, өзді-өзімен ойнайды. Нақты бір нәрсе керек болмаса сізге келмейді де. Бірақ енді бала ғой, қанша дегенмен де қарау керек, аузына бірдеңе салып қоймайсыз. Бұл кезде енді аузына бірдеңе салып қою деген бәсеңдейді. Дегенмен де балада бәрібір аузына салып қою деген нәрсе болады. Сондықтан да ойыншықты яки бірдеңені дегендей бәрібір де бақылауда баланы ұстауымыз керек.
балаға бәрібір бақылау керек. Бұл жаста кейбір жерлерде жазып қойыпты, бақшаға беруге болады деп. Жоқ, бақшаға беруге болмайды. Баланы горшокқа үйретпей, өзін әлі тілі шықпай дұрыстап бақшаға беруге болмайды. 1 жас 6 айлап қалады. Тым ерте, ол кезде ол көп жылап стресске түсуі мүмкін. Сондықтан 2 жасқа жеткізіп беріңіздер, қатты асығып жатсаңыздар. Дегенмен де 3 жастан беру өте жақсы. Көп аналарды байқаймын, 3 жастан береді. Достар, сізге артық мәлімет айтып кеткен сияқтымын. Көргендеріңізге рахмет. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.